Бақытын іздеп Алладан, бағыңа сұнып балаған. Әлдеймен тербеп әлемді, аман сау жүрші жананам, аман сау жүрші жананам. Жаратқан барлық ғаламды, таратқан барлық адамды, мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Фәниде сенсің шырағым, бақида сенсің жұмағым. Анашым сенің атыңнан, киелі жалғыз Құраным, киелі жалғыз Құраным. Жаратқан барлық ғаламды, таратқан барлық адамды, мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Ана деп әнім самғаған, тартуым болсын арнаған. Аллахан жайып тілеймін, амандығыңды Алладан, амандығыңды Алладан. Жаратқан барлық ғаламды, таратқан барлық адамды, мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Мейірімі шексіз бір Алла, ауыртпа менің анамды. Жүргім келет 100 жыл бойы, 100 жыл бойы күтіп. Азырдағы ең жақшы насааты менен бөлішем. Көңіл бұрыңыздар. Тоқпейіл тойғон қозыдай болғыла. Урматтуу угармандар, ушунусуна абдан маани берип уксаңыздар, агай айтып бергенде атайын муну эң акыркысында жыйынтыктоочу 4-чү бөлүмүндө айтып берейин деп бөлүп койдум эле. Байлык бул дөөлат деп агайга атасы кичинекей кезинде көп айтып берчү экен. Бул сөздүн эки мааниси бар. Байлык да дөө болот.
Ал эми лат деген бул кооптуу жагы бар. Орточо болгула. Дөөлатка баш утуңар менен берилбегиле. Байлыкка азгырылбагыла, кулдук урбагыла деп көп эскертчү экен. Эң сонун чечмелеп берген агай ал кезде кичине бала болсо да бүгүнкү күнгө чейин эсинде калганын. Ата тарбиясы канчалык күчтүү, таасирдүү, тарбиялык мааниси терең сөздөрдү балдарынын жүрөгүнө орнотуп алган. Азыр бул насаатты бүтүн Кыргызстанга айтуу менен кимдир бирөөгө чоң сабак болсо экен деген агайдын тилеги. Демек, урматтуу угармандар, жогорудагы дөөлат сөзүнүн чечмеленишин таанышып алдыңыздар. Байлык колдун кири дегендей, дөө бул байлык экен. Ал эми лат кооптуу жагы. Качан башыбызда дөөлөт, байлык турганда, анын экинчи тарабы кооптуу жагындагы эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Дөөлөтү башта турганда ким күркүрөп жүрбөгөн дегендей, жогорудагы дөөлат сөзүнүн чечмелениш маанисин терең түшүнүп, ар кимибиз, ар бирибиз сабак алалы. Акыл айтып чоңойтум, ыйлап ийсем шашып кетип сороттум, эмиси